Сол күзді сағынам. Мен 10 жасымда мектепке кірдім. Сол 10 жасқа дейін күз айларын ерекше жек көретін едім. Өйткені күз маған нөм мұң әкелетін. Жаз бойы жайлау кезіп, жабағы мініп жарысып, тайлақша тайраңдап таумен тасты жаңғырықтыра асыр салып бір ойнаған замандас құрдастарымның барлығы мектепке кетіп, ауылда мен жаңғыз қаламын. Үй басы бір кемпірмен шал, бала болса, ол менімен ойнауға келмейтін кішкене. Мұндай кезде мен тыныштық тауып үйде отыра алмаймын. Ауылдағы 2-3 үйді аралай жүгіріп, апалар мен аталардың отын тезегін кіргізіп, атын жақындатып, бұзау сиырын айдап беріп деген секілді жұмыскер біреу болам да кетем. Бұрын балалар бар кезде жұмсаса да бара бермейтін жұмыстар ғой. Апалардың мешбетінің қалтасынан шығарып беретін тәтті кәмпиттері де өзім теңдес біреулермен таласып жемеген соң дәмсіз секілді болатын. Сондай көңілсіз күндердің бірінде істей қоярлықтай жұмыс жоқ, сенделіп жүріп, көрші ауылдың ақсақалы Нұғман деген қарияның қасына бардым. Ол кісінің бір әдеті таңертең ұсақ-түйек жұмыс шаруасын атқарып тастаған соң қарауылға шыққан сарбаздай ауыл сыртындағы төбе басына шығып алады да күндіз кешке дейін қозғалмай отырады. Келмеске кеткен әкесін күткен жетім баладай аспан жиектеріне телміріп үнсіз отырады. Жарағын киіп, жарлық күткен батырдай қабағын түйіп қасқарайғанша отырады. Жанына барған мені қария жылы қарсы алды. Байт, нендей жаңалық бар ауылдарыңда? Өзің көңілсізсің ғой. Құрдастарыңның бәрі сабаққа кетіп, өңкөй кемпірмен шал жолдастыққа жарамай жалғызсырап жүрген шығарсың. Оқасы жоқ, келер жылы сен де барасың сабаққа. Қайта бір жыл болса да осы қарт қарияларға ермек болып, көзіне көрініп, көмек көрсеткеніңе риза бол. Өмір дегенде бір тұрағы жоқ, керуен балам. Бұл кәрілерде сендерге қанша жолдас болар дейсің? Деп әдетінше кәрі жанарын асқа салып, Алтай тауларының мұнары басқан қыраулық қарлы бастарына қарады. Сосын сол елегізге мұңлы қалпын бұзбастан, сен баласың, көктемсің, көктемнің басысың. Ал күзді айта көрме балам. Сен анау құсы кетіп құлазған көлдер мен елі көшіп жорты қалған белдерге қара. Сол айдынды шалқар шалқыма көлдер жаз бойы сайран салып, суын иректеген құстарын жоқтап, бетегелі бесік белдер бие байлап той жасап, көкпар қуып, көк майсасына аунап, кең кеудесін керемет шаттық думанға айналдырған елін сағынып мұңаюда. Иесіз қалу тасқа да аяныш әкеледі. Бүгін мына аман отырған азғана қариялар да осы күздің мұңын шегуде. Анау құсы кеткен күздің көріспеттес. Бұлардың енді күткен қызығы тек сендер ғана. Көктем мен жаздың шуылдаған құс сықылды, бала шаға, немерелері сендер қасында болуларың керек. Әйтпесе, қыстан жапырақ күтпейтін ағаш сықылды, енді қалған өмірінде басқа қызық күтпейді өмірден. Көп жасау жақсы ғой, бірақ бүгінгі достарың сабаққа кетіп жалғыз жүрген сен тәрізді замандас құрбы теңдестеріңді барса келмеске шығарып салып, жалғызсырап отырғанда әке деп келер балаң, ата деп келер немере ұрпақ жоқ болса, өмірдің күзі күз емес, қыстан да соғық болады балам. Байқасам, бұл маңда мына асқар тау екемізден басқа ескі нәрсе қалмапты. Дегенде бетін жапқан айқыш-ұйқыш әжім сызықтарын қуалай аққан кәрі жас шоқша сақалының ұшынан төмен қарай тамып кетті. Баламын ғой, шалға жаным ашыған болу керек. Мойнынан құшақтап, кіп кішкентай қолдарыммен жасын сүрттім.
Ақсақал мені құшақтап бауырына басып, үнсізден үнсіз ұзақ отырып босатты. Қарияның қасынан алыстап, ауылға қарай кетіп бара жатқанымда жаңағы көлге қарадым. Ол маған жаңағы қариядан да көңілсіз мұңлы сезілді. Қайта айланып артыма қарасам, шал қоладан құйған мүсіндей сол асқы қараған қалпын бұзбастан ешбір қозғалыссыз отыр екен. Сол күннен бастап жол машина тосқан жолаушыдай бір жаққа кеткісі келіп, алағызып елеңдеп тұратын арманшыл бала көңілім ұзақ уақытқа отарға кеткен әкесі келген баладай сондай бір тыныштыққа енген еді. Мен қазір де сол шалды, сол көлді, сол күзді сағынам. Әңгімені жазып оқыған Байыт Қабанұлы.